Қазіргі таңда қоғамда өршіп тұрған мәселелердің бірі алимент мәселесі. Жалпы Қызылорда облыс бойынша алимент төлемдерін өндіру санатындағы атқарушылық өндіріс 2016 жылдың 9 айына 9978 атқарушылық өндірісті құраған. Оның ішінде Қызылорда қаласының алимент төлемдерін өндіру бойынша аумақтық бөлімінде 2016 жылдың қаңтар айынан бастап осы күнге дейін 6005 атқарушылық өндіріс тіркеліп 500-ге жуық аяқталған. Қалған атқарушылық өндірістер ағымдағы жылы орындалуда. Облыс бойынша шамамен 9000 балаға алимент өндіріліп отыр. Біз болашағымыз, келешегіміз ойлайтын болсақ, әкелер балдарының қандай мектепке баратындығы, қандай оқу орнында оқитындығы, олардың осылай өмірде дамыған мемлекетте білімді, мықты азамат болып өсу үшін әкелерінің өздерінің соның тәрбиесіне басқасында болу қажет деп есептеймін. Ер азаматтарымыз өздерінің азаматтықта, әкелікте парыздарына немқұрайлы қарап жатқанда, отанын да, отбасын да қиыншылықтан біздің нәзік жанды қыз келіншектеріміз, әйел аналарымыз алып шығып келеді. Кешегі тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы өтпелі кезеңнен де, нарықтың ауыртпалығынан да шалдығып қалмай, ширығып шығуымызда олардың рөлі айрықша. Статистикаға жүгінсек, Қызылорда облысының әділет департаменті бойынша нақты 90 мемлекеттік қызметші жұмыс атқарса, оның 53-і, яғни 60%-ға жуығы нәзік жандыларды құрап отыр. Гендерлік саясат әйелдер құқығын қорғай отырып, оның билікке, жауапты қызмет пен іскерлікке араласуын ғана емес, оларға, яғни ана мен балаға әлеуметтік жағдай жасау, отбасындағы зорлық-зомбылықтың алдын алу сияқты мәселелерді шешу деп қарайтын болсақ, сол іспетті өз борышын, кәмелетке толмаған балаларын күтіп бағу үшін жесір аналарға қамқор бола біле жүретін Әлияның еңбегі елеусіз емес. Әрбір адам өз ұрпағымен мың жасайды деген. Бұл жерде біз өз ұрпағымыздың құндылығы жойылып азайып бара жатқандығын байқауымызға болады. Әрбір сот актісінің артында сіздің өзің ұрпағыңыз, өз қаныңыз, өз перзенттеріңіз тұрғанын ұмытпағайық. Департаменттің бөлімі аудандық басқармалар, аумақтық бөлімдердің басшыларына талдау жасасақ, департамент басшысының 1 орынбасары, 6 бөлім басшысы, 2 басқарма басшысы, 7 аға орындаушы әйел азаматшалар. Жалпы алғанда әділет департаменті бойынша 16 қыз келіншек басшы лауазымда болса, 26 бас маман, 4 жетекші маман жұмыс атқарып келеді. Әйелдердің қоғамдық жұмыс атқаруымен қатар отбасына да уақытын қажетті деңгейде бөліп, балалардың тәрбиесімен де айналысып жүргендігі жасырын емес. Осы тұрғыда қазақ халқының әйел бір қолымен бесікті тербетсе, екінші қолмен әлемді тербетеді деген әдемі даналық сөзі еріксіз ойға оралады. Біздің мекемедегі барлық әйел кісілер үй шаруаларына да, бала тәрбиесіне де, жұмысқа да бәріне де үлгеріп, жан-жақты өз қызметін жасауда. Еліміздің еңсесін тіктеп қалыптасқан Қазақстанға айналуына да осы әйелдеріміздің еңбегі ерекше. Сондықтан да біздің мемлекетімізде гендерлік саясатқа, әйел аналар белсенділігіне кең қолдау беріліп отыр. Өйткені шаңырақты еркектер көтергенмен, оғын әйелдер қадайды.